Кешара қымбатты теледидар көрермендері, эфирде ашық әңгіме бағдарламасы, сіздермен бірге Ақмарал Майгөзова, келе жатқан наурыздарыңызбен. Адамның жан-жақты тұлға болып қалыптасуында маңызды рөл ойнайтын театр. Театр ол ізгіліктің, жақсылықтың, парасаттылықтың ордасы. Десе де, қазір әлемді экономикалық дағдарыс шайлап барады. Экономикалық дағдарыс дегеніміз бұл ғалымдардың пайымдауынша, мамандардың пайымдауынша рухани дағдарысқа келіп соқтыруы мүмкін. Әрине, бұл орайда экономикалық дағдарыс бар кезде көбісі мешітті де, театрды да, кітапхананы да, тіпті бала тәрбиесінде ұмытып кетуі мүмкін. О дорбаларын арқалаған өткені адамдардың ойында тек қана ақша табу болады. Десе де, біздер басымыздан 90-шы жылдары бір экономикалық одан кейін келген рухани дағдарысты бастан кешірдік. Енді сол сабақты қалай қайталамауымыз керек? Оны қайталамаудың қандай жолдары бар? Театрдың бүгіндегі алға қойып отқан мақсаты қандай? Театрдың қандай жаңалықтары бар және тыныс тіршілігі қандай? Осы және өзге де сұрақтардың жауабын студиямыздың бүгінгі қонағы Ақтөбе облыстық Тахауи Ахтанов атындағы драма театрының директоры Нұрлыбек Жұматханнан еститін боламыз. Саламатсыз ба? Студиямызға қош келдіңіз. Мерекеңізбен. Рахмет. Өте қатты бастап кеттім ау деймін. Өте қатты керемет бастап кеттім ау деймін. Келе жатқан мейрамыңызбен. Енді жақсы бір жаңалығыңыз бар сізде. Жалғыз бір ғана жаңалық емес, жаңалықтарыңыз көп. Солардың бірі мәдениет басқармасына жаңа басшы келді. Бұл барлығымызға таныс, тек қана облыс жұртшылығына емес, сондай-ақ барлық Қазақстанға таныс, өнер адамы, сахна адамы Қанат Айтбаев. Жалпы өзіңіздің пікіріңіз қандай? Енді досыңыз болғасын енді оны жамандайтын, сынай алмайтын боларсыз. Жоқ, енді ол дос, енді ол бір бөлек. Негізі көптен бері біздің Ақтөбеде 4 айға жуық біз басшымыз болмайыз, бір есеңгіреп жүрдік. Өзі қиын ғой басшы болмаған. Анау келеді, мынау келеді деп, не бір өсектер де тарап кетті. Бірақ дегенмен де бұл Қанаттың келуі өте бір үлкен оқиға болды. Өйткені енді Қанатты мен 95 жылдан бері білемін. Өзім оқу бітіріп келген кезде, бала кезден. Бала кезден. Институт бітіріп келген кезде театрлар жабылып жатты, филармониялар жабылып жатты. Сондай бір мәдениеттің бір ойран болған кезде, қазақша айтқан кезде. Сол кезде Қанатпен жолығып, Қанат ол кезде студия ашып жүр, ән жазады. Мен театр ашам деп ауырып жүрмін. Сол екеуміз сол 95 жылдары, сонау 2000 жылдары бірге шығармашылық жұмыс жасап, сонау Алматыға дейін бардық. Гастрольдерге бірге шықтық. Енді Қанат өнердегі қадамдарыңызды бірге бастадыңыздар. Светада бірге біздің гастрольге еріп жүрді. Енді ол өнерлі отбасы ғой. Сондықтан да Қанаттың мәдениетке 14 наурызда келуі, ол да бір өнер адамдар үшін тарихи жағдай деп айта аламын. Өйткені 14 наурыз көрісу күні. Сол күні Қанатты тағайындап, театр мына бүкіл мәдениет мекемелерін аралап көрісіп кетті. Қолымызды алып, енді Қанат бұл Ақтөбедегі барлық өнер адамдардың кімнің немен айналысатынын бәрін біледі. Яғни ол өнер адамдарын көзінен таниды. Енді біз көзімізден бізге не керек екен, не жетпей тұрған көзімізден танитын жағдайға жеттік. Сондықтан да Қанат Құдай берген ұлына мен табыс тілеймін. Енді мәдениетіміз алға қарай басады деген сенімдемін, сенімді айта аламын да. Сондықтан да бәрімізге құтты болсын деймін. Өнер адамдары, Ақтөбедегі өнер адамдарының ішіндегі басшылыққа ашықтан ашық сын айтылатын адамдардың бірі сөзсіз. Кезінде мен мәдениет басқармасының шекісіпті қалып жүрдім. Таяқты тиіп жүрді басыңызға. Таяқты тиіп, бірақ негізі мен де ондай бір арыз қой адам емеспін. Мен тура айта аламын. Ол енді адам болғаннан кейін ол айтылу тиіс. Мен өзіме де айтқан сынды қабылдаймын. Сондықтан да ол егер өзі ойыңды тура біреуге айта алмайтын болсаң, онда қалай сен ұжымды басқарасың, болмаса әркімнің енді өзінің орны бар ғой. Сондықтан да мен енді көбінесе сатира саласында жүргеннен кейін маған қиындау. Өйткені сатира жазатын адамдар көп жақсы көрмейді. Мысалы күлдіріп шымшып отырып айтасыз. Шымшығанды жақсы көрмейді ғой. Егер біреуді мақтай берсең, ол жақсы болуы мүмкін. Бірақ мақтай бергенде ол біреуді орға түсіреді. Сондықтан да біздікі сақтандыру. Біздерден де жау емеспіз ғой. Бізде осы мемлекеттің қалыптасуына мен мысалы бар күшім салам, біреуді басқаша жеткізу мүмкін. Осы бірдеңені айтады деп олай емес. Мен көргенімді мысалы
айна не үшін керек? Айна шашың түзеу үшін, болмаса жаған қисық болса өзіңе сын айтады. Сол секілді мен де болып жатқан жағдайды әзілмен келтірем. Оған мысалы ренжімеу керек деп ойлаймын, бірақ жақсы қабылдайтындар бар. Енді 20 жыл болды ғой мен қалам ұстағаныма, бірақ әйтеуір төбемнен бір сарс еткізген ешкім жоқ, бірақ бірең саңды ренжіп қалатындар болады, бірақ кейіннен біз түсінісіп кетеміз. Жағдай қалай өзгеруі мүмкін деп ойлайсыз мәдениет саласында енді? Енді біздің мәдениет саласына көп өзгерістер керек қой, реформа керек. Енді оны Қанат өзі біледі. Өйткені біздің облыс басшымыз айтты ғой, бізге серпіліс керек, ізденіс керек. Халықты театрға, филармонияға тарту үшін біз ерекше сондай бір халық қызығатындай жоғары деңгейде қоюымыз керек. Жобалар жасауымыз керек. Оларда енді бұрын соңында да біз жобалар жасап жүрміз, бірақ әлде де жетілдіру керек. Енді барымызша жасаймыз, бірігіп. Жаңа басшыға да көмектесетін түріңіз бар. Әрине, қолымыздан келгенше Сөзіңізге қарағанда. бәрін көмектесеміз ғой. Қол ұшын созасыз. Енді бөлінгені бөрі жетпейді, бәріміз біріксек, бір үлкен іс жасаймыз. Түсінікті. Енді театрдың тыныс-тіршілігіне көшсек, енді облыстық театр, Тахауи Ахтанов атындағы статусы ерекше. Мәдениеттің, шығармашылықтың, өнердің шаңырағы. Жалпы театр сіздің ойыңызша, театр әртісі қандай болу керек? Өте орын сұрақ. Негізі Алматының әртістері десе табынамыз. Астананың әртістері негізі десе сахна табынамыз. деген мысалы бір бесік. Бесікте кім жатады? Бала. Бала. Періште жатады. Сондықтан да сахнада әртісті біз періште деп алсақ, сонда өнер адамы қардан да, сүттен де таза болу керек. Және ол кез келген әртіс әнші де болу керек, биші де болу керек, күйші де болу керек, өлеңші де болу керек. Ол 8 қырлы, бір сырлы болу керек. Сол кезде ғана ол халыққа ұнайды. Әртіс халыққа ұнаса, халық өзі іздеп келеді. Яғни білімді де болу керек. Бірақ енді білім демекші, халыққа қызмет етуге тек білім емес, мінез де керек. Сондықтан да әртістердің мінезі ақ жарқын, ақ көңіл, сондай халықты тартып тұру керек. Сол кезде ғана Расында да періште болу керек. сонда періште болу керек. Сол кезде көрермендер жақсы көреді. Енді мысалы ұрысқақ адам болса, оны ешкім іздеп келмейді. Қабылдауы ауырлау болады. Сондықтан да мен әртістерді өзім солай елестетемін. Солай болу керек. Коллективтегі ұжымыңызда кілең періштелер жұмыс жасап жатыр ма сонда? Енді ол енді біздің ұжымда қазір енді ойыншы деп тұрсыз ғой да. Енді жалпы ойыншы дегенде пікірлер айтылып жатады. Әртістерді ойыншыға балап жататындар бар. Ойыншы дейді онда. Былай баламалап айтқан кезде енді бізде жақсы кәсіпқой әртістер де бар. Әуесқой әртістер де бар. Және айқайшы әртістер де бар. Енді үлкен орда болғаннан кейін, үлкен ұжым болғаннан кейін оның бәрі болады. Бірақ дегенмен де бәрі адам ғой, пенде ғой. Тіл табысып, сыйласып, жұмыс жасап жатырмыз. Өзің білесің, қазір бізде үлкен ұжым, 3 театр бар. Сондықтан да әрбір театр ең бізде талас сахна ғой енді. Бірінші сахнаға шыққысы келеді, немесе ертерек дайындықты бітіріп үйге қайтқысы келеді, кешке кім қалғысы келеді. Сондықтан да оны да реттестіріп, қазіргі таңда мысалы осы наурызда театрда жұмыс қызып жатыр. Әйтеуір үлгеріп жатырмыз. Оның бер жағында сырттан келетін театрлар бар. Москвадан, Алматыдан, қаланың да бір өнерпаздары келеді. Оларға да беріп театрды үлгеріп жатырмыз. Сондықтан да театр күндіз-түні жұмыс жасап тұр. Жасау керек. Яғни өзіңіздің әртістеріңізді періштеге балап отырсыз. Періште, оларда енді бірең-сарың болады ғой. Оның бұл әрбір үйдің семьяда да 5 саусақ бірдей емес, бір үйдің еркесі де болады. Ақ періштесі бар, қара періштесі де бар дейсіз. Сондықтан да ол өмірдің заңы. Түсінікті. Сонда театрға жан бітіретін сіздің ойыңызша әртіс па?
Әлде барлығын енді осы артистерге енді сөзіңізге қарап отырмын, үлкен бір талап қояды екенсіз. Әрі билеу де керек, ән айту да керек, былайша айтқанда тіпті артық салмақ, ол билеп секіру үшін де артық салмақ жинамау керек. Сымбатты да болу керек. Сымбатты да болу керек. Талап үлкен, ал сонда тек қана соларға талап қойыла береді ма? Олар ма жан беретін театрға, әлде басқа да бір? Енді негізі театрға жан беретін негізгі әйел әртіс. Мен сізді директор деп айтады ма деп ойлап, басшы. Жоқ, әйел әртіс. Егер ол мысалы әйел әртіс әдемі, шашы ұзын, сондай дауысы бар, өлең айта алатын, билейтін бір сұлу актриса болса, ол да былайша айтқанда жаңа лицо канала дейді, енді орысша көрерменді тартады. Немесе прима балета деген болып жатады. Егер әртісі әйелі театрдың да өзінің бір, мысалы әйелі әртісі жоқ театр, ол жарымжан театр. Енді біздің театрда әйелдер көп, Құдайға шүкір. Бірақ бренд қыздар аз. Енді кезінде сондықтан да өткенде біз бір режиссер келіп, біз 18-20-да қыз таба алмадық. Енді біздерде енді жас шамасы үлкейіп кеткен. Жақсы қыздар бар, бірақ жастар үлкейіп кеткен. Сен үлкендеу, ересектеу қыздар дейсіз. Ересектеу, тұрмысқа шықты, кейбіреулер балалы болып үйде отыр. Сондықтан да бізге әлі бір 2-3 әдемі, сондай жаңа мен айтқандай сұлу қыздар керек. Операны алып қарайтын болсақ, елудегі тіпті 60-ға таяп қалған опера әншілері, әйел адамдарды айтып отырмын, олар 16 жастағы қыздардың рөлін сомдай береді, әндерін айтып. Ал бұл театрға қатысы жоқ па ондай? Дегенмен де көрермен сыншы. Мысалы 18-дегі қызды 45-50-дегі әйел адам ойнап тұрса, рөлді берсең ойнайды, ешкім қашпайды. Бірақ ол табиғатынан, жүріс-тұрысынан білініп тұрады ғой. Визуалды түрде қабылдай алмайды. Ол қанша парик кигенмен, кірпік жапсырғанмен, оны бәрі адам көрермен сезеді. Оны толыққанды қабылдамайды. Сондықтан да жастың рөлінде, орта жас, үлкендер үлкеннің рөлін сомдаған дұрыс деп өзім ойлаймын. Театр маманы ретінде. Тоғытері бренд болатындай әзірге енді қыз әртістеріңіз жоқ екен. Жоқ емес, бар, бірақ әлде де керек деймін. Енді бұл театр деген тоқтамау керек қой. Бұл ағып жатқан өзен. Сондықтан да біз ағыс, қатты ағыс, мысалы қазір жан-жақта театрлар көп. Бізден де ағысы қатты театрлар бар. Алматының театры бар, сырттан келетіндер бар. Көреміз ол. Сондықтан да біз сол ескекпен отырмауымыз керек. Сіз өзіңіз жаңағы аймақтық театрлармен салыстырмайсыз, бірден тек алпауыттармен салыстырады екенсіз. Мен өзім екезуді құрған кезде, осында екезуді жасаған кезде, мен соны тамашамен, сол кезде тамаша болды ғой, бір театр. Тамашамен салыстырған. Тамашаға барып қайтатын, көріп қайтамын, қалай олар несімен құдіретті, оларға халық неге барады, не істеп жатыр деп, Лұқпан ағаймен танысып, Құдайбергенмен танысып, сол кісілердің үйінде болып, қонып жататын. Соның бәрі іздену, өзіңді басқа жақтан көру, елестету. Енді адам барып көрмесең, басқа біреулермен араласып, тәжірибе жинамасаң, онда ештеңе білмейсің. Тек қана кішкентай ғана бір коробканың ішіндегі білесің, елестетесің. Сондықтан теңесуге лайықты өзіңізге жаңағы үлгі ретінде Алматы мен Астана театрларын қарастырасыз. Спортсмен өзінің қарсыласының күшті болғанын қалайды. Ол өзіне жақсы. Сондықтан да мен мысалы неге әлсізді қалауым керек. Мен мысалы халық театрымен өзім салыстырмаймын ғой, драма театрда. Сондықтан да осындай өзіңді жоғарылату үшін өзіне жоғары мүйізі қарағайдай адамдармен салыстырып, олар да адам ғой. Олар да пенде. Мүмкін сен озып кетерсің тәжірибеңмен. Мысалы бізде Ақтөбеде жақсы өнер адамдар көп қой. Мысалы Орал Байсеңгір, мен бұрын енді Оралмен көп араласқаным жоқ. Былай сәлем іздеу. Өткенде осы жақында ғана, кеше ғана Темірде, Шұбар ауданында осы Орал Байсеңгірдің жақсылық мен жамандық атты балаларға арналған ертегісі болды. Мен арнайы қонақ болып бардым. Сонда Темірхан деген бір ағамыз дайындаған екен. Өте ұнады, керемет. Мысалы, сол кезде Оралмен бірге барып, оның бір сондай сөзге шешен екені көрініп тұр, көп оқығаны, кез келген ақынды түртіп қалсаң өлеңін айтады. Оның бәрі еңбекқорлық. Сондықтан да адам жүре бара көріп өседі. Көбінесе драматургтар төбесінің шашы түсіп, 60-тан асқанда жаза бастайды ол. Ол неге? Ол тәжірибе жинақтағасын бар көркемдік дүние жазады. Болмаса институтты бітіріп,
драматург болғандар аз болса да оның бір жері жетіспеуі мүмкін. Адамның миы пісу керек. Біздің де миымыз әлі пісу керек. Қанша жазғанмен де. Сіз осыдан 3 жыл бұрын біздің эфирімізге келіп, осы бір сұхбатыңызда айтқан болатынсыз, театр әртісі болғаннан кейін, ол тек қана жаңа сахнамен шектелмеу керек, оны телесериалдарға да шақыру керек, оны жарнамаға түсуге де шақыру керек, корпоративтерді өткізуге де шақыру керек, оған сұраныс үлкен болу керек. Ал бізде енді сол айтқаннан кейін жағдай енді расында да өзгерді. Жарнамаға түсіп жатқан әртістеріміз бар. Иә, мен келгенде айттым, дұрыс айтасыз. Егер сұранысы жоқ әртіс болса, ол өте қиын. Егер оны ешкім іздемесе, жаңа өзің айтқандай, ол тоймен шектеу болмайды. Тойшы деген ол бөлек. Ол тойға кім бармайды? Тойға кәдімгі мұғалім де барады, өлең айтатын. Көшедегі жастар да барады. Ол мен тойға баратын адамды мен бағалай алмаймын. Өнердің бір шыңына шықты деп. Ал жаңағыдай жарнамаға, киноға әсіресе шақырса, ол сұраныстағы адам. Мысалы бізде қазір көркемдік жетекші Сержан Аманқұлов осы киноға түсіп кетті жазда, телевизордан көрсетіп жатыр, Алтын ұя деген. Ол да біздің театр үшін мақтаныш, сұраныс бар деген сөз. Тағы да біздің әртістерімізді теледидарға шақырып жатыр, жүргізушілікке, жарнамаға түсіреді. Сондықтан да қазір сұраныс бар, жаман емес, бірақ кезінде соны дұрыс қабылдамады. Айтып жатса, мақтап жатса, бұл менің періштелерім деп отырады екенсіз де. Бұйырса. Мен өзім солай жақсы көремін. Мен екі езуді құрған кезде де ең бірінші әртістердің бетін халыққа таныту үшін қысқа әзілдер түсірдім. Кез келген концертімді айту қолымнан келгенше түсіріп, телевизорға бердім. Халықтың көзі үйрену керек. Халық танып бару керек. Мысалы, Алматының әншілерін, әртістерін беске таниды ғой. Содан кейін бар іздеп келеді. Танымайтын адамға ешкім келмейді. Сондықтан да әрбір әртіс өзіне жарнама жасау керек. Ол қазіргі керек нәрсе. Қазір жалғыз әртіс емес, қазір басшылар да телевизорда түспейді. Неге? Ол өзінің сөзін өту үшін эфирге шығып, өзін көрсету керек. Мысалы, мені ешкім танымаса, менің сөзім ешкімге өтпейді. Сондықтан да енді адам бойында өнері болса, таланты болса, талабы болса, эфирге шығып, өзін көрсету керек. Әртістер, театр әртістері, театр актерлері бесаспап болу керек дедіңіз, әрі сымбатты болу керек дедіңіз, әрі брендқа айналатындай бір сұлу, әдемі қыздар керек дедіңіз. Сонда десе де, әлі де білгім келіп отырған театрдың өсіп өтіп, осы факторлармен ғана, осы факторларға ғана байланысты ма? Әлде директордың атқаратын қызметі қандай? Директордың ба? Театрдың өсіп өткенге байланысты. Мен өзім енді шығармашылық адам болғаннан кейін өзім актер болып ойнадым да, драматург болып жаздым да, режиссер да болдым. Мен өзі директорлық пен шығармашылықта екеуін бірге атқарып жүрген адаммын. Былай қарасаң, ол да оңай шаруа емес. Тек қана директор да болады. Шығармашылыққа араласпайды, ештеңені, тек қана келген ақшаны кірістеп, жұмсап, орын жеріне жұмсайды. Шаруашылықта. Мен енді шаруашылықты да, шығармашылықты да бірге атқарып жүрмін. Жалпы театрдың көтерілу тек қана директорға байланысты емес. Немесе көркем жетекшіге, немесе режиссерға. Үлкен бір ұжымдық. Ұжымдық. Шаруа. Ұжым, оның ішінде тағы мен әртіске оралам. Бәрі әртіске байланысты. Әрбір әртіс өзін алға сүйреу керек. Ол қиын болсын, материалдық жағдай, қазір енді кризис дейміз. Кезінде мен де қиын үйсіз, күйсіз жүрдім ғой, қаңғып. Мен ақша есептегенім жоқ. Осы деңгейге мен жетуім, мысалы драма театрының директорлығына мен келем деп, Ақтөбедегі жалғыз театр ғой, соған директор болам деп мен онықтасам да түсіме кірген жоқ. Мен еңбектендім, талай қиындықта болды, далада да қалдық, суға да баттық, балшыққа да баттық, бірақ ақша оғаным жоқ. Қалай болғанда өнерді осы бір жанрды алдым ба, сатира жанры болды, осы қазақты өнердің бір жанры кенже дамып келе жатқан. Соны мен қалай болғанда Ақтөбеде қалыптастырдым, бірақ адамды еңбегі халық бағаланды, ел көрді. Кезінде жұмысқа 5 рет алмай шығарып жіберген драма театрға бір директор боламын деп мен ойлағаным жоқ. Бүкіл республикаға осылай танылам деп те ойлағаным жоқ. Оның бәрі еңбекқорлық. Егер, мысалы, мен бір өзімнің басымнан өткен жағдай ғой, егер біздің театрдағы әртістердің әрқайсысы осылай еңбек ететін болса, өзін алдыға сүйреп, тек қана жылай бермей,
онда біздің театр өседі. Театрдан халыққа берері де көп болады. Берері де көп болады. Сондықтан әртіс өзін сүйреу керек. Қалғаны өзі келеді. Үйде болады, ақшада болады, абыройда болады, атақта болады. Ең бастысы ауызбіршілік. Бірін-бірінің айтқанын бірден қолдап кету керек. Ерегіспеу керек. Мен енді 20 жылдан бері директор болып келе жатырмын. Екезу театрына. Сол бір қызметте келе жатырмын директормен. Менің трудовойымда тек сол директор тұр. Қалай басталды, солай келе жатырмын. Ол енді бұл енді оңай шаруа емес. Барлық нәрсені директорге келіп тірейді ғой қазір. Кішкентай бір театрда бір шеге түсіп қалса да директордан көреді, төбеден түсіп кетсе, әртіс сүрініп кетсе де директордан көреді. Сондықтан да менің жауапкершілігім көп. Мен өзім шығармашылық адаммын, өзіме де қарауым керек. Мен де қалып қоймауым керек қой. Сондықтан да әртістерге айтарым, әлде де іздену керек. Қалып қоймауым керек дейсіз. Сізді соңғы кездері қандай спектакльдерден көруге болады? Соңғы рет қашан шықтыңыз сахнаға? Мен де спектакльдерге соңғы рет осы Екезуде жүрген кезде ойнадым. Ғажайыптың қазынасы деген комедия әкімнің рөлін. Одан кейін Екезуде өзінің концертінде шығып жүрмін ғой. Бұйырса ертең, айтпақшы ертең Наурыз мерекесіне байланысты Екезудің тегін концерті болады, акция, бірінші рет. Алғашқы рет Ақтөбеде ертең 19:30-да Наурыз мерекесіне байланысты Күлкінің көжесі атты Екезу сатира театрының концерті болады. Сонда мен ойнаймын. Өткендегі 8 мартта мен шыққаным жоқ, қолым тиген жоқ. Осы жолы шығамын. Менің де көрермендерім бар. Дублеріңіз бар. Дублерім бар ғой. Менің де іздейтін көрермендерім бар деймін. Өткенде сұрағаннан кейін, енді ол сағынасың ғой енді. Одан кейін 22 наурызда кешкі сағат 6-да қазақ труппасының Махаббат мұңы атты керемет бір қойылым болады. Сол қойылымға да мен көрермендерді шақырамын. Сонан кейін 27 наурыз біздің театр күні. Ол театр күніне де үлкен жаңалықтар бар. Яғни ашық есік өтеді. Сағат 4-тен 6-ға дейін театрдың есігінің бәрі ашылады. Барлық көрермендер кіріп, танысады. Одан кейін сағат 7-де орыс труппасының премьерасы болады. 27 наурызда. Одан кейін марапаттаулар болады. Енді сол бұл алдағы болатын жоспарлы. Қазіргі таңда театрда Жанаргүл деген бір қарындасымыз бар. Сіздерде жұмыс жасады. Сол Досованың бір жақсы проектісі бар. Періште деген, Қаншайым деген бір ертегі қойып жатыр. Әрі өзіңіз әртістеріңізді ойлап отырасыз. Қаншайым атты қойылым болып жатыр. Режиссері Алмат Шарипов, біздің театрдың жас режиссері. Қойылым өте жақсы, жаңасы заманға лайықтандырылып жазылған. Бұл жас балаларға. Авторы Гүлжайнар Қалдина. Ол да біздің осы мәдениет саласында кітапхананың директоры. Жазушы. Драматург. Енді жас драматург, өзіндік орны бар, ізденіп келе жатқан. Қазір айтып отырмын ғой, балаларға арнап жазатын драматургтер аз. Мен өзім бір екеуін жаздым, Тапқыр Тышқан және Қайсар Қоян деген. Қазір репертуарда бар, жүріп жатыр. Түсінікті. Бұл алдағы болатын спектакльдардың жағы, былайша айтқанда, анонс деп қабылдаймыз. Ал Екезу театрының жағы жұмысына, күнделікті өміріне келетін болса, қазақ труппасының, облыстық драма театрының, орыс труппасының тыныс тіршілігіне тоқталатын болса, қандай жаңалықтарыңыз бар? Жаңалық болған кезде Екезу телевизиялық жобаларға қатысып жүр ма? Енді Екезу қазір драма театрға қосылғаннан кейін шамалы бәсеңдеп қалды. Оны мойындау керек. Өйткені бұрын Екезуді жатқызбайтын мен өзім едім. Жан-жаққа сүйреп, Алматыға да, Астанаға да, Қостанайға да, Семейге де, Ақтауға да кете беретінбіз. Бірақ жақында ғана осы Екезу кеше 11 наурызда Бәрекелді атты республикалық әзіл-сықақ театрларының концертіне қатысып келді. Арасында барып жүр ғой. Бірақ дегенмен де бұрынғыдай енді біз енді көп жаңағы көңілімді бөле алмаймын. Өйткені енді менің қасымда тағы орыс театры бар, қазақ театры бар. Сондықтан кейін ой үшке бөлінгеннен кейін ол не нәрседе бәсеңдейді. Сол ғой. Бірақ дегенмен де әйтеуір жаңалықтар бар ғой. Әркім әйтеуір тіршілігін көріп жатыр.
театрда енді келген адамдар тар деп кетеді ғой, бірақ көңіл кең бізде, көңіліміз кең, сондықтан да бәріне де шыдауға болады ғой. Көңіл Бұдан да сүйіншігі бәрі сияқты дегенге. қиындық кездерде адамдар өмір сүрді, яғни бұрын ертелікте клубта, театрда болған жоқ. Сондықтан да шүкіршілікпіз. Қиын Бұйырса кезеңде бәрі болады. Енді қазір Ақтөбеде жаңадан бір салынып жатқан қала сияқты көркейіп келатыр ғой қазір. Барлық жағынан да біздің үмітіміз көп, күтіп отқан. Сондықтан да бәріне шыдам керек. Көп жаңағы ол бәрі уақытымен болады. Не нәрсе де түзеледі. Өйткені бақыт дұрыс. Біздің мемлекетіміздің саясаты, әйтеуір болашақта біз енді Қазақстанды одан да көркейту жөнінде әртүрлі бағдарламалар болып жатыр ғой. Біздің үлесіміз мәдениет саласын, осы Ақтөбенің мәдениетін жалпы республикаға үлес қосу. Әйтеуір қолымыздан келгенді халыққа беру. Енді халықтың өзі өнер адамдары көңілді болып жүрсе, олар бізге қарайды, шынын айтайын. Біздер күлсек күледі. Енді олар күнбе-күн театрға келеді, теледидардан көреді. Сондықтан да өнер адамдары қалай болғанда да халыққа жақын ғой. Қиын кезеңде жатсыз, былайша айтқанда дағдарыс. Қазір енді мына экономикалық дағдарыспен барынша күресіп жатыр мемлекеттер, біздің елімізде де арнайы бағдарламалар қолға алынып жатыр. Осындай уақыттарда театрдың көрермені азайып қалмай ма деген бір үрей, уайым жоқ па? Оны болдырмау үшін не жасау керек деп ойлайсыз? Бір жағдайды онсыз да басыңыздан өткердіңіз, бір дағдарысты. Бір ма, екі ма? Қиын кезеңдер енді басымыздан өтті ғой енді. Бірақ дегенмен де енді мен ойлаймын, бұл театр жоғалмайды. Ол қиын кезеңде де адамдар ақша таба алмаса да бартер дейді ғой. Біз мысалы жұмыртқаға қойдық концерт. Екі жұмыртқа алып келеді. Взрослый болса 3 жұмыртқа алып келеді, детский болса 1 жұмыртқа алып келеді. 90 жылдар есеп. Енді дегенмен де халық көргісі келді ғой. Болмаса сармай алып келеді. Қаймақ, кейбіреулер үйтілген үйрек, даже бір сиырға қойған кездеріміз бар, ауданға барып, ауданның әкімі бір сиырды сойып, 12 жілігін жіліктеп, 12 әртіске береді, сосын 2 сағат концертін қойып шығамыз. Сонда неге? Халық сонда толып отырады. Олар енді дағдарыс деп клубтан немесе театрдан сондай бір керемет әкімдер де болған екен, бүкіл халықтың жаңа рухани азығын берейік деп, оңға да концерт қойды, оңға. Сиырды өзінің мойнына алып. Оңға, конфет, печенье. Біз енді сонда оның бәрі енді оған келмесін енді бұл жоқ, оған келмейді ғой. Бірақ дегенмен де көрінбе, адамды ынта болу керек. Егер мысалы біз дағдарыс халық келмейді деп біз шорт бұрып кетіп қалсақ, ол енді халыққа да қиын. Қиындыққа бізде шыдауымыз керек қой. Ақша жоқ, анау жоқ деп біз кетіп қалмауымыз керек. Ақша болмаса да сол халықтың көңілін көтеріп, біз үлесімізді қосуымыз керек. Енді бұл уақытша нәрсе ғой. Сондықтан да көрерменмен жоғалады деп айта алмаймын. Қазір Құдайға шүкір көрермендеріміз бар. Негізі адам бүгін театрға ертең адам болып қалу үшін келеді. Көрдің ғой? Қандай керемет сөз. Сондықтан да бүгін жастар келсе, олар ертең болашақ біздің азаматтарымыз, көрермендеріміз. Жалпы наурызда болатын шараларды атап өттіңіз. Енді бұған дейін драма театр болғаннан кейін тек қана драмалық туындылар болмау керек, өзге жанрдағы да туындылар болу керек дедіңіз. Енді мына мереке күні қойылатын жалпы репертуардың жанрлары қандай онда? Осы репертуардың шеңберінде қойылатын Наурызда ма? Спектакльдердің жанры. Енді біз наурызда тек қана наурызда да емес, одан кейін де. Негізінен театрда спектакльдің жанры әртүрлі болу керек. Ол драма театр деп тек драма қоймау керек. Халықтың көңілін көтеретін комедия бар, басқа да жобалар, концерттік бағдарламалар ұйымдастыруымыз керек. Енді біздің репертуарда комедияда бар, жақында ескерткіш деген бір жақсы комедияны қалпына қайтадан келтірді. Қазір репертуарда бар, өте керемет келіп қарау керек оны.
Содан кейін айтпақшы ұмытып бара жатырмын, тағы да біздің жаңалығымыз осы сәуір айының 20-21-інде біздер республикалық өнер жастан атты студенттер арасындағы театр фестивалін өткіземіз. Ақтөбеде. Оны өзі облыс әкімі бекітіп берді. Қазір жұмыс басталып кетті. Осы 5 күннің ішінде 5 театр қатысамыз деп бізге ұсыныс түсірді. Тура бір айдан кейін тағы да бір айдан. Көкшетаудан, жан-жақтан. Бұл да мысалы мәдени байланыс, жастарды өнерге баулу студенттерді. Біздің қалада жастар театры бар. Тұмар деген, Демеу, Кемал театры ашылды, өзімнің інім Елтайдың. Сондықтан да ол көрдің бе, дағдарыс болғанмен де театрлар ашылып жатыр. Сондықтан да өнер соғыс кезінде де өнер тоқтаған жоқ. Концерттер қойылды. Сондықтан да өнер ешкімнен қорықпайды. Бұл өте бір жақсы, салыстырмалы түрде жақсы айттыңыз. Соғыс кезінде тағы бір жаңалығым қалып қойды, оны айтып жіберейін. Жаңалық көп бізде, сыймай бератыр шынымен. Біз Атырау қаласымен 15 жылдан бері байланысымыз үзіліп қалған екен. Сол байланысты жалғап, 11 мен 10 арасында біз Атырау қаласына 3 труппамен, Екезу, қазақ труппасы, орыс труппасымен, яғни Ақтан театры Атырауда деп үлкен бір жобамен бара жатырмыз. Және де осы мәдениет күндері өтеді деп жатыр. Сол кезде үлкен мәдени шара өтеді Атырауда. Атыраудың халқын осы Ақтөбенің өнерпаздарымен сүйсіндіріп қайтамыз. Бұйырса. Жаңа бір жақсы мысал келтірдіңіз. Соғыс кезінде де өнер тоқтаған жоқ. Жаңағы шайқас алаңдарында да жаңағы әндермен, қойылымдармен шығып жатқан әртістер болды дедіңіз. Бұл әрине кейін оның жемісін әрине 70 жыл бойы арасында да бір рухани керемет бір ізгі парасатты сонда да бір ұлт қалыптасты. Кейін енді өкінішке орай 25 жылдықта сәл енді есеңгіреп қалдық. Сондықтан бұл дағдарысты да оған мойымай, осы ойындарға да жалғастырсаңыз. Енді ешқандай біз енді біздің қазақ өзі қаншама қиындыққа басынан өткізген ғой, соны тарихта сараласаң, бірақ бәрінде де жеңіп шыққан. Біз сондай еңбекқор, төзімшіл халықпыз. Сондықтан да ешқандай да қиындықтан, бізге ондай бір кризистен, дағдарыстан қорықпаймыз. Тек алға. Мен айтайын дегенім, Наурыз мерекесінде біздің осы Наурыз қазақ еліне шат, күлкі, қуаныш, береке, молшылық әкелсін деймін. Бейбітшілік болсын, еліміз аман болсын. Біздерді ойлайтыннан сонау бізді қолдап жүрген ағаларымыз аман болсын, замандастарымыз аман болсын, еліміз тыныш болсын, Ақтөбе көркейіп, халқы бай болсын деймін. Осындай бір әсем тілектеріңіз қабыл болсын деп мен де осылайын. Сіздермен бірге болған Ақмарал Майгөзова және Ақтөбе облыстық Тақуа Ахтанов атындағы драма театрының директоры Нұрлыбек Жұбатқан. Назарларыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар, келе жатқан мерекелеріңізбен. Сау болыңыздар.